Армысыздар ағайын, есен аман бармысыздар. Эфирде Шулдақ Шадырман бауырларыңыз. Мінекей қазақылық деп айттық. Мен қазақылық идеологиясын ұстанамын, қазақылықты жақтаймын және өзім қазақ болып табыламын. Ал шығу тегіме, ұлтыма келетін болсақ, мен үйсіннен дулаттан тараған сиқымның шуылдағы боламын. Мінекей осы нәрселерді бір нақтылап біліп алсақ, өйткені көптеген біздің азаматтар осы видеоны көрген кезде әр сөздің арасындағы бір тұрған нақты бір анық мәселелерді көрмей қалып жатады. Онан кейін мысалы кеше бір видео шығарған, мен тәңірші, тәңіршіл, тәңір құт деген сондай айтқан. Мен тәңірші болғым келмейді, мен тәңіршіл болғым келмейді, мен болатын болсам тәңір құт болғым келеді. Баяғы біздің сонау ертедегі көк түріктің кезіндегі біздің билеушілерімізді тәңір құттар деп атаған екен. Сондай тәңір құт болғым келеді деп бір видео шығарғам. Ал ол видеодағы айтылған сөздің мағынасын жұрттар қазір міне 6 ай өтіп кетті, одан бері жарты жылдан кейін барып түсініп, ұғынып, енді былайша жетіп жатыр екен. Сондықтан мен айтпақшы болғаным сіздерден бір өтініш. Осы менің видеоларым 10 минут, 12, 13, 15 минутқа дейін шығып жатса, жалпы көрудің орташа уақыты мысалы 6 минут, 5,5 минут болып жатады. Ол деген сөз, бір адам 1 минут көрсе, бір адам 15-12 минут көреді, орташасы 6 минут болады деген сөз. Сондықтан сіздерге өтініш, жалпы осы мен айтылған сөздерді қайталап ұғынып алсаңыздар екен. Ол мен сіздерге бір кітап оқытам, мен сіздерге ақыл үйретем, мен сіздерге алдарыңызға бір сәуле шашып жол көрсетіп берем дегендіктен емес. Өйткені сіздер өздеріңіздің бұрынғы қазақылық туралы, бұрынғы өздеріңіз біреулеріңіз тәңіршімін деп жүрсіздер, біреуіңіз атеистпін деп жүрсіздер, біреулеріңіз мұсылманмын деп жүрсіздер. Сол жерде мынау өзіңіздің миыңыздың ішіндегі нәрсе мен менің айтылған нәрселерім екеуі бір-біріне сәйкеспей жатса, көп жағдайда оны не байқамай қаласыздар, не өткізіп жібересіздер. Сөйтіп біраз уақыт өтіп кеткеннен кейін барып, жаңағы біреу көтерген кезде барып, сондай екен ғой, сол кезде сондай ма еді деп жатады. Яғни ол не үшін керек? Ол менімен бірге ұзақ кетіп қалмаңыздар деп жатырмын. Өйткені маған ілесу үшін көп миғатты жұмыс істейтін болу керек. Енді бір мақтанғаннан неден емес, адам жылдам шешім шығаратын болу керек. Және де бұрын ойлап дұрыс деп жүрген нәрселері, бұрын әдемі деп жүрген нәрселерінің бір сәтте әдемі болмай қалуы мүмкін екеніне үнемі дайын болу керек. Мен өзім оған әрқашанда дайынмын, әрқашанда мен санам ашық, мынау икемді түрде ойлануға дайынмын, және де өзімнің қателіктерім болатын болса, сол табан астында кешірім сұрап, жаңағыдай қолды құрып кешірім сұрауға мен дайынмын. Неге? Өйткені ешкімнің өмірін, ешкімнің көңілін ауыртып, оны адастырып жаман жолға салып жіберіп, болмаса бір қате пікірлерге, қате түсініктерге, ұғымдарға бастап кетуге менде ешқандай да ондай қалау ішінде бір не жоқ. Ал енді бүгінгі тақырыбыма келетін болсам, айналайын ағайын, өткен жолы айттым, қазақылықта дін атадан қалған мұра, атадан қалған рухани мұра, ол біздің дініміз. Ал енді мынау семиттермен келген Құдайға былай сену керек, Құдайға былай тоңқаю керек, сосын Құдай айтты, жаңағыдай дәретке шығып келгеннен кейін бір жерлеріңді жуыңдар деп айтты, ата-анаңды сыйлаңдар деп айтты, ағайын туғанмен жақсы тұрыңдар деп айтты, көрші қолаңмен тату тәтті тұрыңдар деп айтты. Енді ол нәрсенің бәрі сол Қазекемнің, білесіздер, Қазекем біздің қазір кем дегенде археологтар енді 5000 жылдық тарихына жетіп отыр. Ал шын мәнінде мынау Алтайдың, менде мына жерде Дулаттар деген кітабында айтып отыр, 100 метрлік тереңдіктен ежелгі түркілердің мынау мұралары шығып жатыр. 100 метрлік тереңдік дегеніңіз шамада 42 мың жыл бұрынғы археологиялық қазбалар. Сонда қарап отыратын болсақ, біздің мынау қазақ даласында өсіп-өніп, өмір сүріп, осы жерде тіршілік жасап келе жатқанымызға шамамен 40 мың жыл жай бар екен. Ал енді сол 40 мың жылдың ішінде біз санамыз ашық болдық. Бізде ағайынның арасында мысалы әртүрлі, біреу дін әкелмек болды, біреу түсінік әкелмек болды, біреу билік әкелмек болды, әртүрлі жағдай болды. Ал бірақ сонда да біз рухымызбен осы қазақылық деген адам сүйгіштік, табиғат сүйгіштік, бауыр сүйгіштік идеологиямен осы уақытқа дейін өсіп-өніп келе жатырмыз. Бізде қазір біреулер мысалы мынау Қытайдан қорқып жүр, біреу Ресейден қорқып жүр, біреу мына жақта ауған, сосын мынау кімдер Өзбекстанда көбейіп кетті деп қорқып жүр. Жалпы былай, бізде қорқатын ештеңе жоқ. Әркім өзінің әруақ құдайына адал болса, әркім өзінің ата-бабасынан қалған мирасқа адал болатын болса, онда ешқандай да бізге қорқыныш жоқ. Біз жойылмаймыз, бізді ешкім қирата алмайды, жоя алмайды. Біз қазақ болуымыз керек.
қазақ болуымыз керек. Мысалы біреулер айтады мен мұсылман қазақпын дейді, біреу тәңірші қазақпын дейді, біреу тағы біреумін дейді, мен оппозиционер қазақпын дейді. Әуелі қазақ болайықшы. Мына қазақ деген сөзді, қазақылық деген нәрсені осы біздің наным, сенім, басқа нәрседен жоғары қояйық. Өйткені бұл қазақылық деген мына бастың ішіндегі программа. Білесіздер, мысалы үшін телефондардың түр-түрі көп, Xiaomi дейді, Samsung дейді, мысалы iPhone дейді, жаңағыдай Oppo дейді, OnePlus дейді, мысалы Asus дейді, мысалы смартфондардың түрлері. Бірақ оның ішінде негізгі екі категория бар смартфондар. Біреуі iOS-та, мынау Apple компаниясының операциялық жүйесінде жұмыс жасайтын iOS, iPhone-дар, және қалғандардың бәрі Android дейді. Бұл iOS пен Android екеуі екі жүйе, екі бағдарлама болатын болса, оның ішіндегі мысалы смартфонның экраны бар, процессор бар, оперативка, RAM дейді жаңағы, онысы бар, үнемі тұрақты сақтау жадысы бар, камерасы бар, микрофоны бар. Оның бәрін жұмыс істетіп, бір-біріне үйлестіріп, байланыстырып тұратын нәрсені осы операциялық жүйе дейді. Операциялық жүйенің негізгі екі түрін айттым. Біреуі iPhone-дардағы iOS деп аталады, яғни i Operation System. Екіншісі Android. Android смартфондар дейміз, жаңағы мына біздің Redmi деп жүрген, Xiaomi деп жүрген, Samsung деп жүрген және басқалардың барлығы. Жалпы бұның бәрін біріктіріп тұрған нәрсе ол мынау миларының ішіндегі, смартфонның ішіндегі операциялық жүйесі. Ал енді бұл қазақылық деген нәрседе сіздерге айтайын, бұл өзіндік бір бағдарлама. Кімде-кім ол бағдарламаны, қазақылықты мына жеріне құйып алатын болса, ол адам ағайын туғанымен, көршісімен, досымен, отбасымен, табиғатпен, айнала қоршаған адаммен, барлығымен де ол адам үйлесімді өмір сүреді. Ол адамда радикалды ойлар, экстремистік ойлар болмайды. Ол адамда өткенге салауат, тірі адамға құрмет, өткен ата-бабасының әруағына сыйыну және де бөгде кісілердің ата-бабасының әруағына құрмет көрсету деген нәрсе болады. Міне соны біз қазақылық деп айтамыз. Ал енді бұл қазақылықтың бірінші көрсеткіші әрине қазақтың тілі. Қазақтың тілінде әруақ Құдай жар болсын, ата-бабамның әруағы жар болсын, ғайберен 40 шілтен шылауыңда болсын, Қыдыр ата жолдасың болсын деген секілді көптеген жақсы осы ниет лебіздер бар. Біз қазақылыққа келгеннен соң бізге енді тәңір деген ұғым келеді. Мысал үшін тәңір деген ұғымда бұны біреулер Құдай деп айтады, тәңірді біреулер көк тәңірі деп айтады, біреулер жаратушы деп айтады. Кім қалай айтса олай айтсын, маңыздысы ол емес. Маңыздысы біреу Аллам тәңір десін, біреу Кришна тәңір десін, біреу тәңір десін, біреу көк тәңір десін. Ең бірінші қазақ болып қалсын. Ал енді менің түсінігімде қазақтың өзінің тәңірі бар. Ол тәңір деген былайша айтқанда тылсым қуат, тылсым құдірет. Бір кісілер ойлайды, тәңір деген сөздің мағынасы ол таң мен іңірді қосып жібергенде таң ірі болады да, таң атады, кеш батады, сонымен күн өте береді, сол тәңір деп аталады деген секілді, сондай бір кішкене қарабайырлау ұғымға алып келгісі келеді. Мысалы, қарапайым бір мысал келтірсек, мынау Күлтегін жырында сонда дүниенің жаратылысы туралы тасқа қашалып жазылып кеткен. Ол біздің түрки бабаларымыз жазып кеткен. Соның ішінде сіздерге бір сөз келтірейін мен бас жағынан. Алдымен тұла бойынан бу менен дым бүріккен алай-дүлей жел тұрды дейді. Алдымен дейді, тұла бойынан бу менен дым бүріккен. Бу дегеніміз бу, дым дегеніміз түтіннің араласқан бір түрі. Дым бүріккен алай-дүлей жел тұрды. Дүниені басып жатқан қара балшықтай қою, күйедей қап-қара түнек серпілді. Жоғарыда ішіне жұлдыздар жапсырған, алып қазандай төңкерілген, төсіне айылген омырауына күн таққан аспан пайда болды дейді. Мына сөзді қараңызшы. Аспанды Құдай жаратты деп тұрған жоқ. Аспанды тәңір жаратты деп тұрған жоқ. Аспан пайда болды дейді. Және бір қызығы сіздерге айтайын. Алып қазандай төңкерілген дейді. Жердің үстіне қазан құсап төңкерілген, ішіне жұлдыздар жапсырылған, төсіне айылген омырауына күн таққан аспан пайда болды дейді. Ол не деген сөз? Тегіс жердің бетіне, тақтайдай тегіс жердің үстіне қазан секілді монитор, алып монитор, ішінде жұлдыздар жылтырап тұр, төсінде ай тұр, омырауында үлкен радиуспен, үлкен диаметрмен айналып жүрген ол күн. Мен өзім мысал үшін жердің тақтайдай тегіс екеніне былай деп айтайын.
көзім жеткен адам десем де болады. Және де жердің шар тәріздес, алма тәріздес, форма тәріздес, доп тәріздес, геоид тәріздес екеніне оған мен көзім жетпейді. Ол қарапайым мектеп бағдарламасындағы геометрия сабағымен-ақ ол терістеліп тасталатын дүние. Ал енді жердің біршама тегіс горизонт жазықтық екені ол менің көзім оған толық жетеді. Сондықтан сіздер НАСАның түсіріп берген суреттері бар. Кезінде мынау әртүрлі космостық зерттеу агенттіктерінің түсірген суреттері бар. Галилейдің сөзі бар, Коперниктің сөзі бар. Басқа жердің шар тәріздес, геоид тәріздес, жұмыртқа тәріздес, алма тәріздес сол формада екенін айтқан көптеген ғалым кісілер болды. Бірақ мен олардың біреуіне де қосылмаймын. Осы жерде сіздер әртүрлі ойға кетулеріңіз мүмкін. Енді ол жағын өздеріңіз көре жатарсыздар. Интернеттен дәлелдерін екі жақтың да тексеріп, өздеріңіз мектеп бағдарламасы дәрежесінде ғана тексерсеңіздер, өздеріңіз жердің шынайы формасына шамалап көздеріңіз жетіп қалады. Ол бір мен жаңағы мынау конспирологиялық теорияны жақтаушы, болмаса жаңағыдай масондықты жаман көруші деген сияқты ондықтан емес. Қарапайым мектептегі геометрияны өзім жақсы оқығам, содан-ақ мен білем. Катет пен гипотенузаның қатынасы қандай екенін, шеңбердің 360 градусқа айналып келген кезде 1 километрде иілу коэффициенті деген болады. Өзі жердің 1 километр жүріп өткенде ол сен қанша иілдіруің керек, өйткені мына жақтан айналып келіп қайтып 360 градусқа жету үшін жаңағы шеңберді құрау үшін да. Ол геоид болсын, жұмыртқа болсын, не болса ол болсын, бәрібір ол 360 градусқа келеді. Ол келмей қалуы мүмкін емес. Өйткені ол 360 градустан бөлекше болса, онда ол бізді оқытқан несіне сай келмейді. Жалпы мен айтып отырғаным енді мына жерде, бұл жерде Күлтегін жырында жердің тегіс екенін және жердің бетіне алып қазандай төңкерілген аспанның көмкерілген үстіне жабылғанын айтып отыр. Және ол аспанда алып қазанның ішінде жұлдыздар жабыстырылған, айналып тұрады ақырын. Проекция ғой, бұның бәрі проекция, матрицаның ішінде өмір сүріп жатырмыз біз. Мынау шын мәнінде біздің мына өмір деп отырған нәрсеміздің барлығы ол біздің мына мидың ішінде. Біз мысалы үшін мына аспанды көреміз, ағашты көреміз, жерді көреміз, қарды көреміз. Оның бәрі біздің мынау нерв жүйеміз бізге сондай ақпарат беріп жатыр. Мен тоңдым, күн суып кетті дейді. Қар жауса көздің мынау рецепторлар айтып жатыр, қар жауып жатыр деп. Шын мәнінде ол жақта бірдеңе бар ма, жоқ па, не екенін оны былайша айтқанда бір құдайға аян деп қазақтың сөзімен айтайық. Шын мәнінде Тәңір деген ұғымға келетін болсақ, жаңағы таң мен іңір деп айтылып кетті. Енді таң мен іңір деген Тәңір болатын болса, онда Тәңірден бұрын дүниені қара балшықтай қою, күйедей қап-қара түнек басып жатқан екен ғой. Аспан пайда болып, күн мен ай пайда болмай тұрған кезде, міне Күлтегін жырында ол жерде жаратылды, Құдай жаратты, Тәңір жаратты деп отырған жоқ. Пайда болды деп отыр. Пайда болды деп отыр. Бұл өте маңызды нүкте. Пайда болды деген сөз. Өйткені мынау қазақылық деген ұғымда оның ішінде эволюция теориясы да кіріп кетеді. Неге? Өйткені ол пайда болды, кезеңнен кезеңге өтті деп отыр. Бұның ішінде құдайлық та кіріп кетеді. Оның бәрі белгілі бір жүйеге бағынады. Бірақ құдайлыққа мынау религия бойынша кеткен құдайлыққа бағынбайтын жері бар. Өйткені религия Құдай деген ұғымды адам құсатып жіберген. Құдай ашуланады, Құдай адамдарға сөйлейді, Құдай жазалайды, Құдай саған кітап түсіреді деп, Құдай бір деп қояды. Мысалда, ол ондай нәрселерді үйтіп адами оймен біз әбден өзіміз санасып үйренгенбіз ғой. 1, 0, 2, 900 миллиард деп та. Ол жоғарғы тылсымдық қуат, тылсымдық энергияға келген кезде біздің бірде-бір сөзіміздің энергетикасы жетпейді оны түсіндіруге. Және де ол жақтың высший жоғарғы математикасын шығаруға біздің мынау натурал қатарымыз 0-ден бастап 9-ға дейінгі онда шамасы келмейді, сіздерге айтайын. Ол жақта тіпті бөлек дүние. Енді мына бір нәрсені қараңыз. Осы Тәңір деген сөз таң мен іңірден шығатын болса, ол Тәңірден бұрын алай-дүлей жел тұрыпты ғой, бу менен дым бүріккен. Ол не деген сөз? Алай-дүлей жел тұрды, онда ол Тәңірден бұрын жел. Менің ұғымда таң мен іңір ол Тәңірді бермейді. Таң мен іңір ол табиғаттың бір көрінісін береді. Ал Тәңір деген теңгер, теңгерім, тепе-теңдік. Біз осы бүкіл табиғат, көз көрген, құлақ естіген бүкіл нәрсенің бәрін тексеріп қарап бір
Көретін болсақ, не көреміз? Дүниеде тепе-теңдік көреміз. Және де кез келген жаратылыста, кез келген эволюцияда, кез келген өмірдегі құбылыста біз тепе-теңдікті ғана көреміз. Барлық нәрсе айналып келіп өзінің тепе-теңдігіне айналып келе береді. Міне сондықтан да дөңгеленген шыр айналған дүниеде бұл тепе-теңдік қана. Және ол тепе-теңдік өзгеріс арқылы орын алады. Сондықтан да айтады, бұл дүниеде өзгеріс қана тұрақты дейді. Бұл дүниеде өзгеріс қана тұрақты, яғни қатып қалған ештеңе жоқ. Мінекей Тәңір деген ұғымды мен оны ғаламдық тылсым қуат, тылсым энергия деп білемін. Өйткені кез келген атомның ішіне, кез келген электронның ішіне көз салатын болсаңыз, кез келген клетка, кез келген мембрана, кез келген белоктың, кез келген органикалық және бейорганикалық заттың құрылымына электронды микроскоппен тереңдеп қарайтын болсаңыз, оның молекуласының атомдарын өзара ұстап тұрған, оларға белгілі бір қасиет беріп, оларға бір қуат беріп тұрған белгілі бір өшпейтін, сөнбейтін, таусылмайтын, шексіз, шетсіз, және оны адам миының санасына бағынбайтын тылсым энергия, қуат, күшті көреміз. Мінекей мен Тәңірді солай деп білемін. Ол Тәңірге біз көк Тәңірім жарылғасын деп қолды жаятын болғанбыз. Яғни табиғаттағы энергияларды бойымызға жинау арқылы, сол тәңірлік қуатты бойымызға тарту арқылы біз табиғатпен үйлесіп, табиғатпен ым-жымымыз бір болып, гармонияға келуге тырысқанбыз. Сол үшін ғана біз қолымызды жайып, табиғатпен гармонияға келуге тырысқанбыз. Құдайдан сұрап аламын, Құдайдан жалбарынып аламын. Енді осы жерде Құдай деген ұғымға келсек, қазақ Құдайға жалбарынбайды. Қазақ Құдайдан сұрамайды. Өзіңде жоқ нәрсе Құдайда да жоқ. Сондықтан адал жолмен ата-бабаң әруағына сыйынып, еңбек ет, адамдармен ақылдас, ойлас, олардың алдына бар, оларға ұсын, олардың қабыл ал, маңдай теріңді төк. Міне сол кезде сен тілеуің алдыңнан шығады. Сол кезде ғана білім, ғылым, еңбек, ізденіс, ілтипат, мәдениет, міне осындай нәрселердің арқасында адамдардың бүкіл тілеулері қабыл болады. Міне. Ал енді Құдай деген сөз менің ұғымымда құттың ұдайлығы, құт-ұдайды жылдам айтып, құттай болып келеді да, Құдай болып кетеді. Құттың ұдайлығы деген сөз, ұрпақтың өсіп өнуі деген сөз, егіннің бітік шығуы деген сөз, біздің өмірімізге керекті табиғат, ауа, су, жер факторлары, азық-түлік, ағайын туған, татулық, міне осының барлығының заңдылығының суреттемесі деп білемін. Құттың ұдайлығы, Құдай дейді. Қазақ айтады, Құдайсыз қурай сынбайды деген. Яғни қурайдың сынғанының өзінде құттың ұдайы болатын белгілі бір заңдылығы бар деген сөз. Яғни жел тұрса да ол жаңағы айтқан тепе-теңдіктің заңымен келеді да, құттың ұдайлығын алып келеді. Қар жауса да, жаңбыр жауса да, қандай бір процесс, малдың жайылғаны болсын, сел тасқын болсын, барлық нәрсе сол құттың ұдайлық процесіне сәйкес келеді. Ал ол процесс жоғарғы жағында тепе-теңдікке сәйкес келеді. Жоғарғы жағындағы тепе-теңдік, ғаламдық тылсым энергияны тәңірлік күш дейтін болсақ, ол тәңірлік күштің құтты ұдайы қылып беріп жатқан заңдылық жолдарын құдайлық жол, құттың ұдайлығы дейміз. Ол жерде бір ақсақал отыр, жаратып отыр, адам отыр, жаратушы отыр, оны мадақтасаң ол саған береді, оны біреу деп айту керек, оған серік қоспау керек деген секілді ол баланың әңгімесін қою керек деп ойлаймын. Өйткені құттың ұдайлығы адалдықпен, туралықпен, ғылыммен, біліммен, ілтипатпен, мейірбандықпен келеді. Оның сыртында ол азаннан кешке дейін басыңды жерге төмпештесең де, ол тамырыңды кесіп, қаныңды ағызып өлтіріп тастасаң да, ол құттың ұдайы болмайды, өсіп өнбейсің. Жалпы бір ескерте кететін жайт, қарасақ, қазақта өсіп өнген жамбекен деп құда болатын болса, жекжатта құдандалы болатын болса, сол өсіп өнген жағын сұрайтын болған. Неге? Өйткені Құдайдың мейірімі түскен, яғни құттың ұдайлық мейірімі, яғни өмірдің үйлесім заңына лайық өмір сүре білген адамдар, олар өсіп өнетін болған.
ал өмірдің құттың ұдайылық заңдылығына қарсы болмаса оған сәйкес болмай жүрген адамдар олар өшетін болған. Сондықтан құда болатын болса, ағайын туған араласатын болса, құдандалы болатын болса, келін түсіріп қыз ұзататын болса, ең бірінші сұраған сұрағы өсіп өнген әулет пе екен, өсіп өнген жер ме екен, өсіп өнген жандар ма екен деген болған. Мінекей қазақылық ол дәл қазір біреуіміз сақал қойып балақ қырқып жүрген шығармыз. Дәл қазір біреуіміз мен софымын Нақшбанди тарихатында болмаса Қадария тарихатында жүрмін дейтін шығар. Дәл қазір біреу мен Ханафи мазхабында мен Шиға мазхабында жүрмін дейтін шығар. Дей берсін. Бірақ қазақилықты одан жоғары қоям. Бірінші мен жаңағы шиғалығымды болмаса ханафилігімді қоям. Онан кейін қазақты, одан кейін қалса қазаққа бірдеңе қалар деп жүрген адамдар, олар енді өздері ойланып көрер. Қазақ айтады, құдай ұрған оңалар, әруақ ұрған оңалмас дейді. Мен ешкімді қорқытып, біреуге бір үрей салғым келіп отырған жоқ. Бірақ өзіңіздің ата бабаңыздың әруағы ол көріп отыр. Егер басқан қадамыңыз қате болса, басқан қадамыңыз жаңылыс болса, онда әруақ құдай өзі орнына салады. Кейде жұмсақ басыңыздан сипап салады, кейде беліңізді сындырып барып салады. Сондықтан кеш болмай тұрғанда қазақ өзінің қазақылығына келіп, қазақы жолына түскені дұрыс деп санаймын, айналайын ағайын. Ол деген сөз шулдық шадырманның артынан еріңдер, соның айтқаны заң, оның айтқаны керемет деген сөз емес ол. Ол әр қайсысымыз өзіміздің мынау қанымызда ағып жүрген қазақылығымызды табуымыз керек. Жеті атадан қосылатын ағайын туғандардың еш болмаса жағдайын сұрауымыз керек. Мынау жетім боп, жесір боп, ажырасып, әртүрлі отбасы жағдайы қиын боп жүрген бауырларымыз, келіндеріміз, інілеріміз, ағаларымыз, соларға мүмкіндігінше сөз жәрдем болса да беруіміз керек. Міне осыдан басталады қазақылық деген нәрсе. Әзірге осыны айтайын. Енді әруақ жайында тағы бір неде айтсам деп отырмын. Бұл жолы Тәңір Құдай әруақ үшеуін айтпақ болып едім, бірақ қарасам кішкене 22 минуттан асып баратыр. Айналайын ағайындар, назар салып ден қойғандарыңызға көп алғыс. Қазақ болайық, бір болайық, барлығымыз бір болайық. Алғыс.